Google'ға кіреміз, линкті басамыз, сосын авторизацияны басамыз. Енді қараңыз, мына жерде регистрацияны өтеміз. Регистрация сайтыңызды жазасыз, сосын регистрацияны басасыз. Енді қараңыз, сіздің почтаңызға осы сайтқа ссылка беріледі деді. Енді перейти почтуға кіреміз, 1-2 минут күте тұрамыз. Міне, регистрация жасалды. Енді қараңыз, авторизоваться дегенді басамыз. Міне, бізде осындай бет шығады. Міне, осындай бет шықты, я бізде. Қараңыз, көріп алыңыз. Міне. Үсті басып көре бересіз. Өзіңізге ұнаған шаблонды аласыз да. Қайсы шаблон ұнап тұр сізге? Бірақ бұл сайт платный версия. Барлығын бірдей көрсете бермейді. Ал менің алдыңғыда жіберген сайттарым, үйреткен сайттарым, олар бесплатно. Енді қараң, осыны ала салайықшы. Міне. Продолжитті басамыз. Міне. Енді сайт қоямыз. Мысалы, сайттың атауын қоямыз да. Жанарым дей салайын. Қазір көреміз. Міне, ашылды. Енді қараңыз. Осылай шығады. Названияға английский жазыңыз, қазақша жазсаңыз сізді кіргізбейді. Создать сайт. Міне, қараңыз. Осындай бет шықты бізде де. Міне. Қазір осыны қосып, алатын аламыз. Міне. Енді мына жерде бізде қараңыз, получить 7 күн тариф дейді, про дейді. 7 күн бізде бесплатно болады да. Например, бесплатно болғанда біз қазір істеп аламыз, сосын стыкамызды копировать етіп, инстаграмға қойып қоямыз да, допустим. Одан кейін, мысалы, оны 7 күннен кейін өзгерте алмайсыз да, сол күйінше қалып кетеді. 7 күннің ішінде өзгертуге болады. Мына жерде 47 деп тұр. Осы секунд, минут, сағаттар аралығында істеп алсаңыз болады. Қараңыз енді. Енді осылай шықты бізде. Фон дегенді бассақ, фонымыз ауысады біздің. Міне, қараңыз. Арқадағы фон ауысады. Өзіңіз қалаған фонға қойып аласыз. Инстаграм фонында тұра берсін. Енді мына жерде бізде мынау бірінші слайд деп аталынады. Осы жерге өзіңіздің фотоңызды қоясыз. Үстін бір рет басып жібересіз де. Фотоңызды қоясыз өзіңіздің. Есіне бердім ғой. Кешірім сұраймын. Қайта тоқтатып қоюға да болмайды. Міне.
осылай шықты ғой біздің неміз ше. Қараңыз. Сохранить. Бұл арқасындағы фон, қараңыздар. Енді тағы да мына сөздерді өзгерту үшін міне үстін бір рет басасыз, сосын мына жерге жазасыз. Өзіңіз қандай мамандықпен айналысасыз, немен айналысасыз, кешірім сұраймын, сайт жасауды үйреніп табысқа шығыңыз дейсінде астына комбо, мысалы мен өзімнің немді жазып жатырмын да, сіздер өздеріңіздің жазыңыздар. Комбо 5000 теңге, яғни 5 сайт түрі. Ал жеке болса ол 3000 теңге. Жеке оқимын, жеке 3000 теңге. Каждый сайт. Да? Осылай қоямыз. Міне, өзіңіздің керегіңізді жазасыз. И мына жерде тағы да үстін бір рет басасыз. Мынау настройканы басасыз. Редактировать текст басасыз. Үстін бір рет басып, тексті өзгертсеңіз болады. Мысалы, курсқа қатысамын. Астында байланыс нөмірлер тұр. Көрдіңіз ба? Енді қараңыз, курсқа қатысамын. Бізде жирный қойсақ та болады. Негізі міне бүйтейік. Копировать. Сосын жирный қыламыз. Курсқа қатысамын. Сохранить обязательно басасыз. Одан кейін мына тағы да редактировать кіресіз. Редактировать контактыны жазасыз. Мына жерде мысалы сіздің WhatsApp номеріңіз. Бірінші цветін ауыстырайық та. Выберите цвет фон контакты дейсіз да. Жасыл цветке қояйық. Себебі телефоныңызға жасыл. Мына жерге өзіңіздің номеріңізді жазасыз. Депші. 765-4-99. Қосылу номеріңізді жазу керек. Содан кейін сохранить. Сосын мынаның үстін басайық. Бұл жерде бұл бізге керек емес. Удалить тастаймыз. Маған керек емес лично. Одан кейінгісі Telegram. Телеграмның цветін ауыстырамыз обязательно. Одан кейін Телеграмның номерін жазатын боламыз. Сохранить басамыз. Кейін плюсикті басып, WhatsApp'ты қояйық. WhatsApp'ның цветін ауыстырып, WhatsApp номеріңізді қалдырсаңыз болады, қараңыз. 776 да 514. Номеріңізді 7-ден бастаңыз, 8-ден бастамаңыз. 55-99. Мына жерде первое сообщение дейді. Сәлем, курс жайлы білгім келеді. Сохранить. Осы сайтты сосын Инстаграмға қойған кезде үстін басады WhatsApp'тың. Сол кезде тікелей WhatsApp'қа кіргізетін болады. Енді мына жерде мынау тұр ғой. Міне мынаны бассаңыз, арасы ашылады. Мына жерде өзіңіздің фотоларыңызды қойсаңыз болады, қараңыз. Редактировать басасыз. Редактировать изображение басасыз. Міне қараң. 5 секундтан ауысып отырады арасы. Суреттің үстін бір рет басасыз.
фотоларды ауыстырып отырасыз. Өзіңіз алдын ала фотолар дайындап қойыңыз, болмаса отзывтарды қойып қойсаңыз болады. Қараңыз. Менің бірінші нем 1:1 қылыңыз, потому что осының размері 1:1. Былай қойып жүрмеңіз. 16-ды 9-ға қойып жүрмеңіз, полный көрсетпей қояды. 1:1-ге қойыңыз. Екінші, карусель айналып отырады. Есіне бердім ғой. Енді қараңыз. Үшінші, бесеуге дейін қоюға болады, кажется. Не? Жоқ, 5 емес, 6-ға дейін қоюға болады. Қоя бересіз. Бітіп қалды ма? Добавить басып қоя бересіз. Қанша қойғыңыз келсе. Отзыв қойсаңыз да болады. Товарларыңыздың суретін қойсаңыз болады. Допустим, ше. Сайт туралы ақпарат. Так, сайт кімдерге арналады? Мысалға ше. Енді отзыв обязательно. Сіздің WhatsApp-тан келген отзывтарыңыз болса, обязательно қойыңыз. Бұл біздің негізі платный версия ғой. Платный версияда мына жерде қараңыз. Сөзді өзгерту үшін үстін бір рет басасыз. Сайт туралы ақпарат қараңыз. Енді мына жерде видео қоясыз ба, қоймайсыз ба, оны өзіңіз білесіз. Мен алдыңғы үйреткен сайттар, олар бесплатный сайттар. Бұл платный сайт. Қаншалықты көрсететін соңында көресіздер өздеріңіз. Мысалға, Pro версиясы какой-то бір айына қанша теңге, қазір есептейміз. Міне осылай ғой, я. Енді мына жерде бітеміз. Блокқа кіреміз. Тағы да не бар қоюға болады. Вопрос и ответ дейді. Так, вы можете настроить, как оно. Міне бұл бірақ сіз қойсаңыз дейді, сіздің неңізде көрінбейді дейді. Страницаңызда көрінбейді дейді. Показать больше дейді. Қазір. Қазір сонда да жазып көрейік. Если көрсетпесе көреміз. Не, мына жерге сұрақ, жауап. Енді мына жерден үстін бір настроить блок дейді. Добавить вопрос, ответ. Осы жерге жазамыз енді. Сайт жасауды үйреніп табысқа жете
аламын ба? Иә. Жерде светін ауыстырсаңыз болады. Тағы бір неше күн сақталып тұрады? 1 жыл. Беріледі. Осылай істейсіз. Мынау керек емес. Удалить етіп тастайсыз. Удалить блок дегенді бассаңыз удалить етіледі. Мынау тоже керек емес. Міне. Қазір мен ссылкасын сохранить етемін. Қараңыз, ауысты, сурет. Міне каруселдер жүріп отыр. Енді қараңыз. Менюдің үстін басасыз. Мына жерде копировать деген тұрады. Енді Инстаграмға апарып қойып көрейік. Міне қазір кіріп көрейік. Қаншалықты кіргізетінін. Бұл платный версия деп айттым басында. Бізде қараңыз. Жаңағы істегендеріміздің бәрі көрінбеді. Неге? Потому что біз ақшасын төлеген жоқпыз да. Егер де қазір мен қанша теңге екен есептеп айтамыз. Қазір соңында көреміз. Если қараң, міне бізде бір бет шықты да. Бірақ беттік сайт шықты. Енді қараңыз, осы жерге сіз өзіңіздің нелеріңізді жазып қойсаңыз болады. Мысалға, WhatsApp қараңыз. WhatsApp-ның үстін басайық. Тікелей WhatsApp-қа кірісті. Қараңыз, сәлем, курс жайлы білгім келеді дейді. Міне, көрдіңіз ба? Енді Telegram-ның үстін басайық. Міне, Telegram-ға кіргізді. Енді номердің үстін басайық. Міне. Да? Осы бір беттік сайт болады екен. Енді есептеп көрейік шыққан ақшасын. Ақшасын есептеп көреміз қазір. Бір рет бассаңыз кіргізеді сізді. Тікелей өзіңіздің сайтыңызға кіргізеді. Енді бізде қараңызшы, осы ғана көрсетіп тұр ғой. Почему-то. Неге? Міне. Так. Мынау екі бетті ғана көрсетіп тұрды. Почему-то. Біз төлеген жоқпыз, ақшасын.
Енді біз бағасын есептейік. Мына жерде подписка дегенді басайық. Міне про пакет, лид, вип деген бар екен. Енді қараңыз, подключить тариф дейді. Про пакетін көрейік, қанша теңге екен. 790 рубль. 790 рубль дегеніміз 490 рубль. 4600 теңге екен. Егер сіздер тіркелем болсаңыздар, қазір тіркелеміз. Тіркелсеңіз, мынаның бәрі сохранить етілу керек. Себебі бұл бәрі про. Тіркелсеңіздер, еще мынандай нәрселер ашылады, қараңызшы. Блок, не қараң, лейті деп тұр ғой. Соның бәрі ашылады. Про ашылады. Про пакеттер ашылады. Баннер ашылады. Мынаның бәрі ашылады ғой сізге. Если төлесеңіз. Осы жердің бәрі ашылады. Енді қараңыз. Подписка. Мына жерде арзан да бар екен ғой. Қараң, доступна тариф дейді. 290. Бұл сонда қанша теңге болады? 290. 290 теңге. Міне, енді тіркелетін болсаңыз да, бізге 24 айға керек емес. Бізге 3 айға. Сонда 1 айға бізде 290 теңге, 290 рубль болады екен. Рубльді есептеп аласыздар. Қазір шыққаннан кейін есептей саламыз. Ал 3 айға 870 рубль, яғни 4000 теңгеге жетпейді екен, иә? 3000 бір бәле теңге. Жаңа бізде 790 жоқ, жетеді. 5000 теңге болады екен 3 айға. Осы қосып алсаңыз, мысалға, оплатить подписку дейді. Қазір істеп көрейік. Істегенде мен сатып алмаймын. Просто кіріп көреміз. Мен мына жерге карта номеріңізді жазасыз. Карта номеріңізді жазасыз. Сосын арқасында алдында номерлерді жазып толтырасыз. Оплатитті басасыз. Сол кезде сіздің картаңыздан алынады. Вернуться в магазин. Ал бесплатно төлемеймін дейтін болсаңыз, осы сізде бір беттік сайт болатын болады. Сондай.